Bir күні мен тозақтың қақпасына дейін ұшып бардым. Кейбіреулер айтады, тозақта, жұмақта жоқ дейді. Өлемізде бәрі бітеді. Немесе сол жерде Құдай шешеді, сен жұмаққа барасың ба, әлде тозаққа ма? Білесің бе, жұмаққа кіруге мүмкіндік беретін бір есім бар. Сен құтқарыласың. Мен өлгенде тозаққа қарай ұшып кеттім. Бұл шынымен де солай болды. Дәл кинодағыдай өзіңді сырттан көресің, жаның денеңнен шығып кетеді. Бірнеше секунд өтеді. Содан кейін бір күш келіп сені алып кетеді. Сосын жарық жылдамдығымен жердің ортасына қарай ұшып барасың. Биіктен секіргенде сені рух ұстап алады да үміт жоғалады. Тірі жүргенше үміт бар. Сосын бәрі өміріңнің аяқталғанын, тозаққа ұшып бара жатқаныңды түсінесің. Ал мен тозақ қақпаларына ұшып кеттім. Ал қашан? Мен сол жерде ұштым, қақпалар сол жерде ашылды. Олар темір еді, көтерілді, сол жерде от болды. Содан кейін ол жерден үлкен жын шықты. Иә, олар мұны қорқынышты фильмдерде көрсетеді, бірақ бәрі бос сөз. Мұны шынайы өмірде көргенде, сол кезде бәрі бітеді. Сол кезде мен түсіндім, менің өмірім осы жерде аяқталды. Бірақ мен тозаққа ұшып бара жатқанда Құдай мені кешір деп айқайларым. Және білесің бе, менің телеграм арнамда сен осы өмірде не істесең де барлық күнәні кешіретін есімді білесің. Сол кезде бұл демон тоқтады, ол қорқып кетті. Мен біреу менің артымда тұрғанын сездім, артыма бұрылып қарадым. Солайша алып періште қылышымен оны тоқтатты. Ол менің қолымнан ұстап, талас, қорықпа деді. Қазір біз бұл жерден ұшып шығамыз деді. Біз жоғары қарай басқа бір құбырға ұшып, ақыры жұмаққа жеттік. Білесің бе, мен жұмақты көрдім, мен Құдайды көрдім. Бұл менімен бірнеше рет болды. Бірақ сол жолы мен Құдаймен кездестім. Мен онымен не туралы сөйлескенімді есімде жоқ. Бірақ кейін мен өз денемде ояндым, Құдай маған берді. Бұл енді екінші өмір емес қой. Мен ол жақта 4 рет клиникалық өлімді бастан өткердім. Менде сондай тығырыққа тірелген, шешімі жоқ жағдайлар болды. Олардан шығатын жол болмады. Бірақ Құдай әр жолы маған мүмкіндік беріп құтқарды. Сондықтан, егер сен оны танығың келсе, оның есімін білгің келсе, профилдегі сілтеме арқылы менің телеграм арнама өт. Ол сені күтіп отыр. Ол сені құшағына алғысы келеді, және өміріңді өзгерткісі келеді. Ол саған